Астанадан шыққан пойыз белгіленген уақытта келіп жетті. Еңбек етіп келген 250 еріктіні қарағандылықтар ерекше құрметпен қарсы алды. Олар елордада бір ай бойы болып шетелдік меймандарды қарсы алып қызмет көрсетті. Бұл көрме біздің елімізге, халқымызға өте маңызды деп санаймын. Себебі бұл еліміздің бір үлкен қадамы деп ойлаймын. Менің негізгі мақсатым сол біздің елімізге, біздің халқымызға көмектесу. Осы бір айлық уақытта алдымызда қойылған мақсатты толықтай орындап, осы өзіміздің Қарағанды қаласының және де Қазақстанның атын бүкіл әлемге шығаруға өте талпыныс жасадық. Халықаралық көрмеде ерікті ретінде қатысуға ниет еткендер саны 1000-нан асып жығылған. Арнайы оқу курсынан өтіп қызу дайындалды. Тек білімі мен біліктілігін көрсете алған үміткер ғана билетке қол жеткізді. Олар енді шынайы алғыс білдіреміз. Олар шынайы патриоттық сезім білдірді. Осындай игі шараларға көмектесу арқылы біз жастар арасында жаңа қазақстандық патриотизмді насихаттаудамыз. Еріктілердің шығыны үшін облыстық бюджеттен 14 миллион теңге бөлініпті. Экспо 2017 көрмесінде көмек көрсетіп, халықаралық шараға белсенділік танытқан үшін әрқайсысына алғыс хат табысталды. Гүлбақша Ақыжанова, Сайран Ақымбаев, Аман Хамид, Қазақстан Қарағанды телеарнасы.